Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 42-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Twinsburg Twins Festival. Бізде мәтін берілген, сол мәтінді оқып, аударатын боламыз. Twinsburg is a small town in Ohio in the USA. Twinsburg ақштың Огайо штатындағы шағын қала. Normally it is quiet. Out in August there is a special festival in the town, the Twins Festival. Әдетте тыныш кезде тамыз айында ерекше фестиваль өтеді. Бұл фестиваль егіздер фестивалі. Twins from the USA and OTNA countries visit the festival. Фестивальге ақштан және де басқа елдерден егіздер келеді. This year there are 4,000 people at the festival in Twinsburg. Биыл Твинсбургтегі фестивальға 4000 адам қатысуда. Some of the twins are babies and some of them are grandparents. Кейбір егіздер олар сәбилер, ал кейбіреулері ата-әжелер болып келеді. Some of the twins are identical and others are very different. Егіздердің кейбіреулері бірдей, ал кейбіреулері бір-бірінен ерекшеленеді. Some brothers and sisters have got identical clothes. Кейбір ағалар және әпкелері олар бірдей киімдер алады. Lauren Shaw is 10 years old and she's got an identical sister, Amy. Лорен Шоу ол 10 жаста және оның Эми деген сынары бар, егізі бар. They're from Chicago, but they visit Twinsburg every year. Олар Чикагодан, бірақ жыл сайын осы фестивальге, егіздер фестиваліне келеді. I've got my father and sister with me, says Lauren. Лорен айтады, мен өзімен бірге әкемді және әпкемді алып келдім. We've got friends here now. And it's interesting because there are different activities here every day. Бұл жақта менің достарым бар, және барлығы қызықты, өйткені күніге әртүрлі іс-шаралар өтеді. Today there's mini golf and this evening there's a disco. It's great. Бүгін бізде мини-гольф және бүгін кешкісін дискотека бар. Бұл өте тамаша. Exercise number 1. Look at the photos, then read the text and listen. Who are the girls in the photo? Суретке қараймыз, одан кейін мәтінді оқимыз немесе тыңдап шығамыз. Бұл суретте көрсетілген қыздар кімдер? Осы сұраққа жауап береміз. Сұраққа жауап береміз. The girls in the photo are twin sisters, Lauren and Amy Shaw. Бұл суретте көрсетілген қыздар, бұл егіздер, әпкелі сіңілі егіздер, Lauren және Amy Shaw. Exercise number 2. Read the text again, answer the questions. Мәтінді қайтадан оқы және де сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ, where is the festival? Фестиваль қайда өтіп жатыр? Бірінші сұрақтың жауабы, the festival is in a small town in Ohio called Twinsburg. Фестиваль Ohio штатындағы Twinsburg деген шағын қалада өтіп жатыр. Екінші сұрақ, how many people are at the festival this year? Биыл фестивальге қанша адам қатысты? This year there are 4,000 people at the festival. Биыл фестивальге 4000 адам қатысты. Үшінші сұрақ, where are Amy and Lauren from? Эми және Лаурен қай жақтан? Amy and Lauren are from Chicago. Эми және Лаурен Чикагодан. Төртінші сұрақ, who are they with at the festival? Олар фестивальге кіммен келді? They are with their father. Олар өзінің әкесімен келді. Бесінші сұрақ, why is the festival interesting? Фестиваль не себепті қызықты? It's interesting because there are different activities every day. Қызықты себебі күніге әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Exercise number 3. Build your vocabulary. Find the phrases in blue in the text and complete the sentences about you. Сөздік қорды құру. Мәтіннен көк түспен жазылған сөздерді тауып, сол жерге өздеріңізді жазып, сөйлемдерді аяқта дейді. Біріншісі, this year I'm years old. Биыл мен қаншадамын? Яғни 10 жастаспа, 15 жастаспа, соны жазасыз. This year I'm 10 years old. Екінші жерге today is бүгін қандай күн, соны жазамыз. Үшінші every day different.
Менің әр күнім әртүрлі өтеді, яғни жазу қажет. Төртінші, every year I visit. Мен әр жылы осындай жерге барамын. Қай жерге барасың, соны жазасың. Бесінші, this evening there is. Бүгін кешке қандай іс-шара болады, соны жазу қажет. Exercise number 4. About you. Ask and answer the question. Сен туралы оқы және де сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Are there twins in your family? Бар болса yes they are, жоқ болса no there aren't twins in my family деп жауап береміз. Екінші сұрақ. Is there festival every year in your town? Сенің қалаңда жыл сайын фестиваль өтеді ме? Жауап береміз. No, there isn't a festival every year in our town. Үшінші сұрақ. Are you very different to your parents? Сіз ата-анаңыздан ерекшесіз бе дейді. Я болса yes I am, жоқ болса no I am not деп жауап береміз.